күшті, сондай болғысы келеді, бірақ бейсаналық түрде соған апарат ол сол подтверждение тауып түп санасымен сондай еркек табылады өмірінде. Жаңа истерика шығарып, тарелка сындырып, үйінде хайвай шығарады. Әйтеуір жаңа айтады ғой, тыныш отқан бүркіттің деп, бір жерін шығып үркітеді. Соның бір нәрсесін табады, әйтеуір үйіне келсе жаңағыдай допросқа келгенде қайда болдың, не істедің, жұмыста болдың ба? Әйтеуір соны бір тергеп отырады постоянно. Сөйтіп жүріп ананың намысына тиіп, ол еркек бір күні бір шапалағын береді. Бір шапалағын бергеннен кейін ол сол махаббатын алады. Өйткені ол көрген істеп тұр ғой. Оның үйінде мамасы модель поведения сол бір бақытсыз деген әйелдің бір несін көрді, формасын. Соны просто қайталайды бірге бір. Получается, мен түсініп тұрмын, бірақ көрермендер түсінбеуі мүмкін да. Получается, вот ұяда не көреді, ұшқанда соны жасайды дейді ғой. Жаңа айтып жатсыз ғой, мысалы мына жерде айтуы мүмкін, екі еркек қазір еркектерді жақтап жатқан шығар деп. Жоқ, абсолютно біз еркектерді жақтамаймыз, просто как айтып жатырмық та. Мысалы нормальный әйелдер деген кезде былай ғой, эмоцияға өзінің жаңағындай эмоциясын бақылап, өзінің қайдан шыққанын, не істегенін өзі жауап беретін әйелдер бар ғой, в принципе өзі. В целом, как бы психоэмоционально устойчивый деп айтсақ, психоэмоционально здоровый деген. Олар әйелдер жаңағындай подавать етпейді ондай заттарға. А то, что Даки айтып отқан, ол былай болуы мүмкін картина. Мысалы, адамның миында, вот миында картинкасында жаңағындай тату-тату өмір сүру, бір-біріңді түсіну, жаңағындай уступать ету дейді ғой, проглотить етесің кейде, дұрыс па? Кейде әйеліңнің болады кейде. Андай настроение жоқ, ПМС-тері болады, қуып кететін моменттер болады. Сол кезде сен жағаласа беретін болсаң, сенің ішерің қалмайды ғой. Сол кезде көзін жұма саласың. В этот момент еркектер провоцировать етіп, еркектер де жабылады. Сол кезде ана әйелдің, мысалы жаңағы еркекке деген мысалы дауысын көтереді, кейде ұрып жіберетін еркектер де бар. Сол кезде ана миындағы подтверждениесін табады да. Мужики все говно деген сияқты. Өткен кішкентай кезінде жаңағындай папасының дәл сондай картинкасын көрген ғой. Миымды ашпашы деп кетіп қалады, ішіп кетеді, миымды ашпашы деп сол кезде тисе берген кезде ұрады, соғады, ана қыз шоке болды, сол картина миына воспроизводить етеді да. Мысалы мен мынандай болған, Даке қараңызшы. Бір рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, екі